Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай майсыз, құрғақ болып шығатын үлпілдек шелпектердің жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Ал достар, шелпегіміздің қамырын илеуді бастаймыз. Қамырын илеу үшін бізге 1 литр жылы су, 1 шай қасық тұз, 3 ас қасық қант және жарты шай қасық сода менен 100 мл сұйық май қажет болады. Барлығын қосып жақсылап араластырып алған соң, үстінен аз-аздан ұн қоса отырып, жұмсақ қамыр илеуді бастаймыз. Ұнымызды салған кезде үстінен шамамен 1 ас қасықтай ашытқымызды қосып жібереміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, иілгіш, пластилин сияқты болып шығуы қажет. Шамамен 20 минуттай иінін қандырғаннан кейін үстінен сұйық май құйып, үстін жақсылап майлап, шамамен 1 сағат не 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз осындай үлпілдек болып көтеріледі. Қамырымыз көтерілген соң үстінен 1-2 рет басып жіберіп, барлығын бірдей етіп, бірдей мөлшерде 7 бөлікке бөліп аламыз. Бірдей етіп бөліп алған қамырымызды 15 минутқа бетін жауып тындыруға қоямыз. Дайын болған қамырымызды шамамен 5 не 6 сантиметрдей биіктікте жайып аламыз. Ал енді шелпегімізді пісіретін сұйық майымызды қыздыруға қоямыз. Осы кезде үстіне 1 кусок тоқ май қосып жіберсеңіздер болады. Сол кезде шелпектеріңіз құрғақ, майсыз болып пісетін болады. Майымыз жақсылап қызған соң, шелпектерімізді осылай 2 бетін айналдыра отырып, шамамен 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Піскен кезде өзі шелпегіміз шарик сияқты болып ісіп пісетін болады. Осылайша шелпектеріміздің барлығын 2 бетіне ауыстыра отырып, жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Ал міне достар, біздің үлпілдек шелпектеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз.